Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті қазақ елі. Мына үндеуімізді қазақ халқының атынан, аналар атынан, зардап шегіп жатқан отбасылардың атынан Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және де өкімет саласының азаматтарына үндеу жасаймыз. Құрметті президент мырза, осы артында тұрған аналардың бәрі есірткі тасу, және де осы халықта айтатын закладчиктер деп сотталып отқан балалардың ата-аналары. Бүткіл Қазақстаннан көптеген аналар, әкелер, шешелер келе алмай қалды бұл жерге. Солардың бәріңізге үндеу жасаймыз. Мына қазір қылмыс жасап отқан, түрмеде отырған 60-70% осы закладчиктер екен. 16-17 жастан бастап өңкей жас балалар отыр, жас қыздар отыр. Білместіктен отыр. 10 жылдан жоғары жаңағы сұрап алып кетіп жатыр. Соны Қасым-Жомарт Кемелұлы сізден сұраймыз. Осындай баппен сотталып отқан балаларымызды рақымшылық жасап, бірінші жасаған істеріне 1-2 ай болсын отырғызып түрмеде, бірақ үлкен айыппұл салып жіберсеңіздер, рақымшылық жасап, осы жағын дұрыстап қарасаңыздар, сіздерге бүткіл қазақ халқының атынан өтініш білдіреміз. Рахмет.